Үлкен бір мәселе бар. Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жақында Қазақстанның экономикалық өсімі халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталу керек деп нақты тапсырма берді. Енді бүкіл Қазақстанның халқын бүгінгі таңда алаңдатып отырған мәселе ол әрине өтел алым деп аталатын мәселе. Менің ойымша бүгін осы өкіметпен бірігіп біз осы өтел алымның айналасында белгілі бір халықтың ойынан шығатын бір позицияға келуіміз керек тәрізді. Өйткені Қазақстанның экономикасы расында да дамып келе жатыр, динамика бар. Біз автомобиль жасаушыларға ешқандай қарсылығымыз жоқ. Бірақ біз енді халқымыздың өзінде ойлайтын уақыт жетті ғой деп ойлаймын мен. Енді бұл мәселені біз өкіметпен отырып бір диалог жасауымыз керек.